Сәлем достар, қалайсыңдар? Сіздермен бірге Грант Леспек каналына қош келдіңіздер. Әйел күйеуінің айтқан тыңдамаса не болады? Жауап: әйел кісі жақсы істің бәрінде күйеуінің тыңдау керек. Әрі бұйрығы мен өтініші тыңдап құлақ асқан сайын ол әйелге Алланың жақсылығы үйіп төгіледі. Себепсіз қырсығып жөнсіз жалқаулық танытқан береке мен татулық кемиді. Күйеуінің көңілі суи береді, махаббаты әлсірейді. Егер күйеуінің талабы орынсыз болып жатса, онда оны сабырмен түсіндіру керек. Ұрысқа ұластырмау қажет. Өйткені үйде бір күні ұрыс болса, 40 күнге береке қашады деген сөз бар. Ер адамда үнемі бұйрығымен орындалуы керек деп. Тізеге бас бермеу қажет. Жұмсақ сөйлеп көркем мінез болуды басты назар ұстаған жөн. Өзіне сыйлата білсе, үй ішінде айтқаны өзі-ақ орындалады береді. Соған лайықты болу керек екен. Ұмытпаған жөн. Біздің арнамызға жазылмасаң, біз енді ешқашан көрінбейтін шығармыз. Жазылған болса, құттықтаймын. Сіз күн сайын ойлау қабілетін жақсарып түседі.